Сәлеметсіздерме, 10 сынып оқушылары. Мен Текелі қаласы номер 1 орта мектебінің биология пәні мұғалімі Гүлбира Динар Ахметқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы селекция ғылымына жалпы шолу. Сабағымызда селекция ғылымының даму кезеңдерін білетін боламыз, өсімдіктердің шығу орталықтарымен танысамыз. Бұл жердегі негізгі түсініктер селекция, будандастыру, полиплоидия, мутагенез. Селекция латын тілінен аударғанда сұрыптау, немесе іріктеу, жаңа сорттар мен будандардың штаммаларымен айналысатын ғылым. Селекция генетика, молекулалық биология, физиология, цитология ғылымдарымен тығыз байланысқан. Генетика гендік инженерия, оның ішінде тұқым қуалау мен өзгерістіктермен нақты генетикалық ақпараттарды алу арқылы дамиды. Микроағзаларды зерттеу арқылы биотехнологиямыздың қазіргі таңда жоғарғы дамығандығын білеміз. Жаңа сорттар мен іріктемелерді алу үшін табиғи ортаға бейімделу бұл физиологиялық құбылыс болып табылады. Сонымен қатар жасушалық генетика, жасушалық инженерия цитологияның негізі бұл да селекция ғылымына өз әсерін тигізеді. Қорыта келе басты бағыттар будандастыру, полиплоидия, мутагенез арқылы осы селекцияның ары қарай дамитындығын оқып үйренетін боламыз. Сонымен қатар адам қолмен жасалатын селекция қолдан сұрыптау деп аталады. Ол мақсатты және мақсатсыз болып бөлінеді. Мақсатты сұрыптау дегеніміз арнайы штаммаларды алу, мақсатсыз үй шаруашылығында айналысатын қолдан сұрыптау болып табылады. Сонымен бірге Қазақстанда еңбек сіңірген өсімдіктер мен жануарлар шығарудағы көптеген ғалымдарды атап кетуге болады. Оларға Бальмонт, Бутарин, Удольская, Есенжолов, Жандергин, Айтқожин, Мыңбаев, Мусин, Галиакберов. Сонымен қатар біз сіздерменен осы уақытқа дейін көптеген тақырыптарды өттік. Соның ішінде түрдің түзілуі, тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік, тағы басқаны Чарльз Дарвиннің еңбектерінен оқып білген болатынсыздар. Сондықтан да қазір біз сіздермен видеоға жауап береміз. Видеодағы жануарлардың шығу тектеріндегі тұқым қуалаушылығы мен өзгергіштігінің себептерін атау. Мәдени өсімдіктердің шыққан орталықтарына лекцияға бару үшін біз сіздермен атақты Николай Иванович Вавиловтың еңбектерін танып білуіміз керек. Оны сіздерге мына беріп отырған YouTube ссылкасын беріп отырмыз. Сол жерден жаңағы YouTube'тан оқи аласыздар. Лекцияда 7 орталық анықталған болатын. Оны Николай Вавилов 5 материкті, яғни 5 континентті аралап жүріп, 52 мемлекетке барып, 1000-нан асқан өсімдіктердің мәдени түрлерін зерттеді. Соларды анықтап 7 орталыққа біріктірді. Осыны оқи аласыздар.
Енді келесі тапсырмаларға көшу үшін біз алдымен критерий мен дискретор құрып алуымыз керек. Бұл жерде селекцияның даму кезеңдерін білетін боласыздар, өсімдіктердің шығу орталықтарымен танысасыздар. Не істеу керек? Берілгенді оқу, салыстырма сипаттаманың алгоритмін құру, берілген сұрақтарға тауып анықтау, жаттығуларды орындау, тест құрастыру. Жақсы, ондай болатын болса, біз сіздермен салыстырмалы сипаттаға тоқталайық. Бұл жерде тапсырма берілген, мына суреттегі өсімдіктерді шығу орталықтарына қарай топтастыру керек. Яғни, суреттердің өсімдіктердің астында 7 домалақ дөңгелек орналасқан. Осы 7 дөңгелектерге алдымен 7 цифрды жазып шығасыздар. Сонан кейін қандай өсімдік қай орталыққа келетінін стрелкамен көрсетесіздер. Және де осы орталықтарды топтастырған ғалым кім екенін астына жазамыз. Және қандай 7 орталықтар бар екенін атаймыз. Бұған сіздерге көмекші ретінде 10 сыныптағы 134 бет пен 137 беттер көмекші болады. Келесі жаттығуға көшу үшін бұл жерде мәдени орталықтар мен өсімдіктердің атаулары берілген. Мәдени орталықтар берілмей, олардың тек қана 7 саны тұр. Жаңағы алдында айтып кеткендей, 10 сыныптың кітабы көмектеседі. Өсімдіктердің атаулары берілген, осыған салыстырмалы түрде 7 орталықты жазып шығасыздар. Ендігі орындайтынымыз, құрметті оқушылар, тест құрастыру. Селекция ғылымының даму кезеңдері мен мәдени өсімдіктердің, ол тұқымдардың шығуына еңбек сіңірген ғалымдарды қоса алғанда өз бетімізбен тест құрастырамыз. Мысал ретінде қарастырыңыздар. Қазақтың ақбас сиырын шығарған ғалым: А. Дарханбаев, Удольская; Б. Бияшев, Дарханбаев; В. Мыңбаев, Кузьмин; Г. Мусин, Алекперов. Дұрыс жауабы Мусин, Алекперов. Енді үйге тапсырмаламыз. Бірінші, табиғи сұрыпталу мен қазіргі кездегі штаммалардың алудың айырмашылығын анықтау. Мақсатсыз сұрыпталу мен мақсатты сұрыптаудың нәтижесінде пайда болған түрлерді анықтау. 10 өсімдік, 10 жануарды жазып келеміз. Бұған 137 беттердегі тапсырманы оқу. Тыңдағандарыңызға рахмет.